Бүгінгі тақырып табиғи аумақтық кешендердің қалыптасуы. Табиғат компоненттері деп отқанымыз, ол бізді қоршаған табиғат әлем көптеген компоненттерден тұрады. Яғни олар су, ауа, топырақ, климат, өсімдіктер мен жануарлар, тау жыныстары және тағы басқалар. Олар географиялық қабықтың құрамдас бөліктері. Олар өзара тығыз байланыста болады және табиғат кешендерін құрайды. Кешен дегеніміз не? Кешен дегеніміз белгілі бір өлшемдері бойынша біртұтас нәрсе құрайтын нысандар жиынтығы. Компоненттердің біреуі өзгерсе, бүкіл кешен өзгереді. Табиғаттың көптеген компоненттері белгілі бір аумақта біртұтас кешен құрайды. Осылайша табиғи аумақтық кешендер құрылады. Яғни табиғи аумақтық кешен дегеніміз табиғат компоненттерінің белгілі бір заңды байланыстары тән болып келетін аумақ. Ол сыртқы келбетінен көрінетін табиғи тұтастыққа ие. Мысалға, табиғи аумақтық кешендерге орманды жатқызуға болады, шалғынды, даланы, көлді және тағы да басқалары. Табиғи аумақтық кешеннің айқын шегі болады. Табиғат кешені табиғат компоненттерінің жиынтығы деп жоғарыда айттық. Олардың табиғат компоненттеріне тағы да қайталап айтамыз: топырақ, өсімдік, жануар, тағы басқалар жатады. Ең ірі табиғат кешені бұл географиялық қабық немесе материктер мен мұхиттар болып табылады. Мысалы, Африкадағы Сахара шөлі, Евразиядағы тайга немесе дала зонасы. Ал географиялық қабық дегеніміз литосфераның жоғарғы бөлігі, атмосфераның төменгі бөлігі және гидросфера мен биосфераның өзара байланысы мен әрекеттесуі. Географиялық қабықтың заңдылықтары ол оның тұтастығы, зат және қуат алмасу, ырғақтылығы, зоналылығы. Географиялық қабықтың тұтастығы дегеніміз оның құрамдас бөліктерінің өзара байланысы мен олардың бір-біріне тәуелділігі. Табиғи аумақтық кешен дегеніміз белгілі бір аймақта өзара байланысқан табиғи компоненттердің заңды үйлесімі. Ал компоненттердің өзара байланыстарында зат және энергия айналымдары арқылы жүзеге асады. Мысалға, мұхитты немесе құрлықты алатын болсамыз, бұлардың әрқайсысы жеке-жеке өзінше табиғи аумақтық кешен, және де бұнда ылғи да жаңағы зат және энергия алмасу айналымда болып отырады. Мысалға, апталы, магмалы жыныстар, олар жаңағы шөгінді жыныстар, метаморфтық жыныстар, магма бәрі бір-бірімен байланысты. Күн қуаты, үгілу, тасымалдау, жыныстардың қайта өзгеруі, қайта балқу, кристаллын, яғни өзара барлығы осы байланыста болып жатады. Енді табиғи аумақтық кешендердің көлемі жағынан бір-бірінен жаңағы айырмашылығы бар. Яғни аймақтық табиғи аумақтық кешендер болады, жергілікті табиғи аумақтық кешендер болады, және де ғаламшарлық табиғи аумақтық кешендер болады. Табиғат кешені құрамына кіретін барлық табиғат компоненттері, яғни күн радиациясы, жергілікті жердің географиялық ендігі, жер бедері, климат, топырақ, өсімдігі және жануарлар дүниесі бір-бірімен тығыз және үздіксіз байланысқан. Табиғат кешеніндегі иерархия 3 деңгейге, яғни жергілікті, аймақтық, ғаламдық болып бөлінеді. Жергілікті деп отқанымыз табиғат кешені жергілікті факторға байланысты қалыптасады. Аймақтық, яғни тектоникалық қозғалыстар, күн радиациясы, тағы басқа факторлар есебінен қалыптасады. Ал ғаламдық бір-бірімен ұдайы тұрақты әрекеттесетін географиялық қабық жатады. Мысалға, атмосферадағы ауаның ластану деңгейін мына картадан көруімізге болады. Табиғи кешендердің өзгерістерге ұшырауы. Мысалы, 1997 жылы Индонезия аралындағы өрт нәтижесінде ауаның өзгеруі және озон қабатымен ластануы өте қатты байқалды. Судың табиғат компоненттеріне әсері. Мысалға, суда барлық минералды
заттар ериді, және жаңағы тау жыныстары мен жер бедерінің құрылуына, жалпы формасына өте қатты әсер етеді. Күн энергиясының табиғат компоненттеріне әсеріне келетін болсақ, ыстық ауа, яғни температура, бұның барлығы жаңағы табиғат компоненттерінің айналымына өзара әсер етеді екен. Енді мынау географиялық қабық. Географиялық қабықты табиғи кешенге жатқызуға болады ма деген сұрақ қоятын болсақ, әрине болады. Өйткені ол табиғи кешендердің ішіндегі ең ірісі. Географиялық қабық үлкен ғаламшарлық табиғи кешен. Енді мынау күн энергиясының таралуына мән берейік. Күн сәулесінің қатты қыздыру аймағы бұл экватор маңына келіп тұр. Күн сәулесінің орташа қыздыру аймағына мынау қоңыржай ендіктерге келіп тұр. Күн сәулесінің баяу қыздыру аймағы бұл мына полярлық аймақтарға келіп тұр. Барлық компоненттер күн энергиясы және жердің ішкі энергиясы арқылы бір-бірімен байланысады. Географиялық қабықтың ең ірі бөліктері, біз жаңа айтып кеттік, бұл материктер мен мұхиттар дедік. Табиғат кешендерінің әркелігі және олардың өзгеруі. Құрлықта және мұхитта, жазықтарда және тауларда, өзен алқаптары мен салаларында, олар уақыт пен кеңістікке байланысты өзгеріп отырады табиғат кешендері. Биік тауларда табиғат кешені басқаша болады. Орта таулардың табиғат кешені басқаша болады. Аласа таулар мен жазықтықтардың табиғат кешені әртүрлі болады. Енді ландшафт дегеніміз не деген сұраққа жауап беретін болсақ, немісше ланд жер, шафт ондағы өзара байланыс деген сөзден құралған, яғни аса ірі табиғи аумақтық кешен. Атмосфера, гидросфера, литосфера және биосфера өзара әрекеттеседі. Нәтижесінде құрлықта және мұхитта табиғи ландшафттар пайда болады. Сонымен қатар ландшафттық орта қалыптасады. Ландшафт терминін ғылымға енгізген ғалым Берг деген ғалым болып табылады. Ландшафт туралы зерттеулер дами келе кейіннен ландшафттану деп аталатын ғылымның жаңа саласы пайда болады. Мына алдарыңызда Берг, есте сақтаңыздар, ландшафт терминін енгізген ғалым. Ландшафт бұл геологиялық негізі, жер бедері, климат жағдайы, гидрологиялық режимі, топырақ жамылғысы, өсімдіктер мен жануарлар дүниесінен тұратын, биоценоздары бірдей болып келетін бір текті территориялық кешен. Ландшафт ұғымын ерекше жүйе ретінде қарастырған ғалым бұл Докучаев деген ғалым. Ландшафттың өзгеруі. Тундрада қаңтарда орташа -10, -40 градус, шілдеде +5 градустан аспайды температура. Вегетациялық кезең қысқа болуына байланысты көп жылдық өсімдіктер, бұл жерде мүкті қыналы және бұталы өсімдіктер негізі орын алады. Ал орманды тундрада қаңтардағы орташа температура -10, -40 градус, ал шілдеде +10, +14 градус Цельсийға дейін барады. Жылдық жауын-шашын мөлшері 200-400 мм. Оңтүстікке қарай орман өскен алқаптар көбейе бастайды. Яғни қарап отырсаңыз, температураның сәл ғана өзгерісінің өзі және мынау жауын-шашынның, ылғалдылықтың өзгерісі, қарап отырсаңыз, бұндағы өсімдіктерге де әсер етіп, ландшафттың өзгеруіне әсер етеді екен. Табиғи кешендердің заңдылығы. Экватордан полюсқа қарай қашықтаған сайын ауа температурасы төмендеп, өсімдіктер сирей бастайды. Егер мұхиттардың жағалауынан материкке қарай бойласақ, ауаның құрғайтынын, ылғал сүйгіш өсімдіктерді құрғаққа төзімді өсімдіктер алмастыратынын көруге болады. Қайталап айтамыз, географиялық заңдылықтар бұл тұтастық, зат айналым, ырғақтылық, зоналылық. Географиялық қабықтың ырғақтылығы белгілі бір құбылыстардың белгілі бір уақыт аралығында қайталануы, күн мен түннің алмасуы, мұхит суларының толысуы. Жердің өз білігінен айналуы тәуліктік ырғақтылыққа себепші болады. Мысалы, күн мен түннің алмасуы, мұхит суларының толысуы мен қайтуы, бриз желдері бағыттарының өзгеруі, тау жыныстарының күндіз қызып түнде суынуы, бұл тәулік ішінде өзгеріп тұратын құбылыстар.
Жердің күнді айналуы табиғаттағы жыл ішіндегі ырғақтылықты туғызады. Ол температура мен жауын-шашынның жылдық барысынан, кейбір ендіктерде жыл мезгілдерінің ажыратылуынан, өзендердегі су режимінен, құстардың жылы жаққа қайтуларынан, қыста ұйқыға кететін жануарлардан және тағы басқалардан көрініс береді. Табиғат зонасы дегеніміз температурасы, жауын-шашыны, өсімдігі, жануары, топырағы өзара ұқсас әрі табиғат кешені. Табиғат зонасы екі бағытта өзгереді. Ендік зоналықта және биіктік белдеулік бағытта. Ендік зоналық дегеніміз табиғат зонасының ендік бағытта экватордан полюстерге қарай алмасып келуі. Ал биіктік белдеулік дегеніміз табиғат зоналарының тауларда биіктікке байланысты жаңағы ауысып келуі. Табиғат зоналар туралы ілімнің негізін салушы Докучаев деген ғалым болып табылады. Климат өзгерістерін және өсімдіктерді зерттей отырып, олардың арасындағы тығыз байланысты анықтаған неміс ғалымы Гумбольдт болып табылады. Географиялық белдеу дегеніміз жылу мен ылғал таралуына өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің алуан түрлілігіне байланысты өзіндік ерекшелігі бар барлық географиялық белдеудің ендік және бойлық өзіне тән ерекшеліктері және табиғи биіктік зоналары қалыптасады. Құрлықішілік елдерде биіктік белдеулердің қатал және қуаңшылық климаты әсер етеді. Мына алдарыңызда жаңағы географиялық белдеулер көріп тұрғаныңыздай тропиктік, субтропиктік, субэкваторлық, экваторлық, субарктикалық, арктикалық деп жаңағы 13 белдеуден тұрады екен. Табиғат зоналары, табиғат зонасы, яғни арктикалық климаттық белдеуде арктикалық шөл зонасы орналасқан. Субарктикалық климаттық белдеуде тундра және орманды тундра зоналары қалыптасқан. Қоңыржай климаттық белдеуінде тайга зонасы бар. Қоңыржай ары қарай бір қоңыржай климаттық белдеудің өзінде жаңағы неге жылжыған сайын, ендік бойынша жылжыған сайын табиғат зоналары өзгеріске ұшырай береді екен. Аралас және жалпақ жапырақты ормандар, одан кейін орманды дала және дала зонасы, одан кейін шөлейт, одан кейін шөл зонасы. Субтропиктік белдеудің өзінде қарап отырсаңыз, ендік бойы жылжыған сайын табиғат зоналары да ауысып тұрады екен. Қатты жапырақты мәңгі жасыл ормандар мен бұталар зонасы, одан кейін субтропиктік дала, шөлейт және шөл зонасы, одан кейін субтропиктік ауыспалы ылғалды муссондық ормандар зонасы, тропиктік белдеуде тропиктік шөлдер зонасы орналасады екен. Субэкваторлық белдеуде алдымен ауыспалы ылғалды ормандар мен саванналар зонасы, одан кейін субэкваторлық ауыспалы ылғалды муссонды ормандар орналасады екен. Ал экваторлық белдеуде алдымен ылғалды экваторлық ормандар және биіктік белдеулер орналасады екен. Табиғи аумақтық кешендердің үздіксіз желісі. Табиғи аумақтық кешендер ендік бағытта табиғат зоналары бойынша өзгеріп тұрады. Мына жаңа айтып кеттік қой, әр белдеудің өзіне тән жаңағы табиғат зоналары болады. Оның арнайы картасы да бар. Мына жерден де көріп тұрсыз картасын. Мынау биіктік белдеулер көрсетілген жаңағы схема.